Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 4 ғана заттан тұратын, жасалу өте оңай әрі қарапайым балалық шақтың бал дәмі казинакидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен майымыз, күнбағыстың дәні, кунжут және де қант қажет болады. Алдын ала қызып тұрған табамызда күнбағыстың дәнін салып, осылай лопаткамыздың көмегімен 4 немесе 10 минут аралығында орташа отта қуырып алатын боламыз. Одан кейін дәл осы күнбағыс дәнінің үстіне кунжутымызды да салып 4-5 минут шамасында орташа отта қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін дәндерімізді бөлек ыдысқа салып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте бізге қажет болады қантымыз. Яғни қантымызды қызып тұрған табамызға салып, тағы да лопаткамыздың көмегімен қантымыз сұйық масса болғанша осылай біркелкі етіп, ерітіп дайындап аламыз. Міне, біздің қоңырқай түске енген массамыз дайын. Енді үстіне алдын ала дайындалған сары майымызды салып, осылай көбіктенген уақытта қуырып алған дәндерімізді де салып, лопаткамыздың көмегімен осылай біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Достар, егер рецепт ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін кез келген формаға салып, осылай бетін баса отырып тегістеп алсаңыздар болады. Тегістеп алғаннан кейін үстінен пышағымызбен форма салатын боламыз. Сонда біздің казинакиларымыз біркелкі болып, бөлінуге де оңай болады. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сонда менің әрбір салған видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.